Қалайсыздар достар, бүгінгі сабақта біз жүрген рекламаға аналитика жасауды бақылайтын боламыз, көретін боламыз, үйренетін боламыз. Кеттік. Мысалға мына жерде уже рекламалар жүрді, жүріп кетті. Мысалға кликтің саны бар, одан кейін охват бар, показ бар, бір кликтің бағасы бар, шыққан кеткен сумма, яғни таргетке кеткен шығын бар, және де жалпы қандай показательдерді, қандай көрсеткіштерді ескеру керектігін қазір айтамын. Ең бірінші назар аударатын нәрсе бұл ең біріншіден бұл кликтің бағасы. Әртүрлі салаларда, әрбір салада әртүрлі. Мысалға средний чек кәдімгі өте үлкен болатын болса, мысалы, например, 500 мың, миллион жарым деген секілді, мысалға бір ненің тауар болсын, услуганың болсын, бағасы сондай болатын болса, ол жерде кликтің бағасы 100, 150, 250, 500 рубль деген секілді нормальный болады. Ал егер де одан төмен болатын болса, мысалға средний чек 200 мың теңге, немесе 150 мың, 100 мың, одан төмен болатын болса, ол жағдайда біздің кликтің бағасы 50 рубльдан төмен болуы керек. Желательно 2 рубль, 3 рубль, 5 рубль, 4 рубль сондай болған дұрыс, яғни барынша аз болған дұрыс. Енді қай кезде, мысалы, сіздің өзіңіздің кәсібіңіздің рубль қанша екенін, қалай жалпы реклама дұрыс жүріп жатыр ма, реклама ақталып жатыр ма, немесе өтіп жатыр ма, соны білу үшін бізге көмекке CTR деген көрсеткіш келеді. Рекламаның көрсеткіші, оны көру үшін столбта басасыз, одан кейін эффективность и клики дегенді өтеміз. Өткеннен кейін мына жақта ары қарай тағы да показательдер, көрсеткіштер шығады. CPM бар, 1000 показдың бағасы, одан кейін CPC, жаңағы бір кликтің бағасы, одан кейін CTR, кликабельность, яғни рекламаның қаншалықты адамдар көп клик басады, соған байланысты. Енді қараңыздар, бізде рекламалар әртүрлі. Мына екі видео, бір видео, бір форматтағы видео, просто неде, біреу лента форматы, біреу сторис форматта. Мынауда лента форматы и мынау сторис формат. Бөлек-бөлек жібердік. Енді қараңыз, мысалға мына жерде лента форматтағы реклама, бұл бізде CTR 1-42% көрсетіп тұр. Егер де CTR сіздің видеоңыздың немесе баннеріңіздің CTR 1% жоғары болатын болса, ол 1% пен 2% арасында болатын болса, ол нормально. Ал 1% төмен 0,23, 0,85, 0,81 деген секілді болатын болса, ол кішкене нашарлау. Сол себепті бірден жоғары, 1,5-нан жоғары ұстағаныңыз дұрыс. Сол көрсеткішке жеткізу керек. Одан кейін, егер де уже 2%-тен жоғары болатын болса, онда сіздің креативіңіз жақсы өтіп жатыр. Сіздің баннеріңіз адамдар кликті жақсы басып жатыр, и сәйкесінше CTR-ның көрсеткіші 2%-тен жоғары болатын болса, мына жақтарына бір кликтің бағасы мына жерде 8 рубль емес, 4 рубль, 3 рубль, яғни 3 есе арзан болуы мүмкін. Яғни біздің CTR басты бір көрсеткіштердің бірі болып табылады. Одан кейін бұл именно кликабельность деген жерде, яғни біздің рекламаның сілтемесіне басқан адамдар саны. Одан кейін клики все деген бар, CTR все деген бар. Яғни клики все дегеніміз, мына жерде үстіне бассаң шығады, біздің рекламаның үстіне басқан адамдар, любой клик. Ол жерде біздің инстаграмымызға аккаунттың үстінен басатын болса, рекламаны көріп тұрып, ол бір клик болып саналады. Одан кейін комментарий, астындағы текстті оқыған кезде еще деген кнопка тұрады, соны басса, бұл да сол кликке саналады. И одан кейін комментарий дегенді басса, сәйкесінше ол да кликке саналады. И плюс еще там лайк басқан болуы мүмкін деген секілді. Яғни бүкіл кликтердің барлығы осы жерде саналады, сәйкесінше сол бүкіл кликтердің көрсеткіші CTR все деп бөлек есептеп береді. Ол жағдайда уже бізде көрсеткіштер жоғары. Не себепті? Себебі бүкіл клик, бұл жерде жарнама ғана басылған клик емес, бүкіл клик саналғандықтан ол жерде көрсеткіш жоғарылау болады, сәйкесінше бір кликтің бағасы да мына жерде уже 6 рубль, 9 рубль, яғни арзандау. Біздің парақшамызға көп адам өткен, бірақ рекламамызға өткен адамдар аз. Так, енді ең басты көрсеткішті айттым. CPC деген бұл терминдердің барлығын расшифровкасын Google-дан қарап алсаңыз болады. Мынау cost per click, одан кейін мынау CTR
conversion to rate қойды. Одан кейін CPM, cost per cost per бұл жерде қалай салайық, CPM расшифровка, cost per рекламаның эффективтілігі, CPM 1000 impression, cost per mile, cost per mile бұл жаңағыдай 1000 показдың, яғни біздің рекламамызды жалпы көргендердің саны емес, именно 1000 рет көрсетілім болған кездегі бағасы. Одан кейін CPC, cost per click, яғни бір кликтің бағасы, одан кейін CTR, click-through rate, яғни бізде біздің рекламамыздың барынша жаңағыдай эффективтілігін көрсетеді. Осылай бірден біліп алсаңыздар болады. Ең бастысы жаңағыдай CPM, мен ол жалпы уже расшифровкасын ұмытып қалдым, ол жалпы неге қандай мағына екенін білемін кеттік. Одан кейін частота бар. Частота егерде уже 2-ден жоғары болатын болса, ол дұрыс емес. Яғни сіздің рекламаңыздың бір адамға көріну саны деп айтсақ болады. Яғни уже 2-ден жоғары болатын болса, то есть бір адамға бірнеше рет көріне береді, еще ол адам клик баспаған болады, сәйкесінше сіздің рекламаңыз көрсеткіш төмендейді, частота үлкейе береді. Охват, одан кейін показды айта кетейін. Охват бұл сіздің рекламаңызды көрген адамдардың саны. То есть мысалға мына жердегі бір стористегі рекламаның 4158 адам көрген. Ал сәйкесінше показ бұл осы рекламаны неше рет көрді. Мына көрген адамдардың саны болса, мына жерде общий бүкіл көрсетілімдер санап береді. Яғни мына жерде 4158 адамның ішінде кейбіреулері рекламаны 2 рет көрген, 3 рет көрген, 4 рет көрген болуы мүмкін. Показ бен охваттың айырмашылығы осы. Результат бұл жерде кликтің саны, одан бөлек лидтің бағасы деген нәрсе бар. То есть конверсия арқылы жіберілген таргетте лидтің бағасын шығарып береді. Ол лидтің бағасы уже сіздің өзіңіздің кәсібіңіздің рентабельностіне байланысты. Яғни сізде санайсыз, заявканың бағасы 100 рубльдан жоғары болмау керек деген секілді, мысалы, например, айтасыз, сондай талап қоясыз. Сәйкесінше сіздің рекламаңыз бір заявканың бағасы 50 рубль немесе одан арзан 20 рубль болып жатса, онда сізге уже ол ақталып жатыр деген секілді. Основной моменттерді айттым. Ең басты аналитиканы жасаған кезде осылай жасайсыз. Ары қарай келесі сабақта уже РМП туралы айтатын боламын, клиентке отчет тапсыру туралы айтатын боламын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.